Сәлем достар, бүгін біз осындай әдемі дайындалу тез, өте дәмді салат әзірлейміз. Менімен бірге болыңыздар. Қолданатын заттарымыз астында описаниеде толық жазылған. Ең алдымен саңырау құлақтарымызды ірілеп турап аламыз. Қызып тұрған майға дайын болғанша қуырамыз. Қағаз майлыққа шығарып аламыз және дәміне қарай тұзын саламыз. Ал енді кезекте қызыл балық сүбесі, видеодағыдай төртбұрыштап турап аламыз. Дәміне қарай тұзын себеміз. Саңырау құлақты қуырған майға балығымызды дайын болғанша қызартып қуырып аламыз. Черри қызанағын ортасынан бөлеміз. Руколаны алдын ала жуып тазалап алдым, оған лимон шырынын қосып жақсылап араластырамыз. Әдемілеп тарелкамызға саламыз. Ал енді салатымызды жинап бастаймыз. Кезекпен қызыл балығымызды, қуырылған саңырау құлақ, черри қызанағын саламыз. Ал енді сүзбелі ірімшігімізді өстіп әдемілеп, шай қасығымен салып шығамыз. Енді дайын салатымыздың үстіне әдемілеп крем бальзамикті өстіп құйып шығасыздар. Ал салатымыз дайын, сіздерге ұнады деп үміттенемін. Лайк басып тіркеліп отырыңыздар.